Мен достар, дәл қазір рөлге кірем, бірақтан мені жынды деп ойлап қалмаңдар, мен сау адаммын, хорошо? Сау адаммын. Но бірақтан мен кішкентай кезінде кімді елестететін едім өзімді ше? Соны айтып берем, хорошо? Біздің үйде кино, мынандай кино көріп отырмын. Біздің үйде бүкіл ужас көре беретін ше. Чисто ужас көретін ғой үйде. Жеңгем тұрады, Ахмет, ужас кассет әкеп бер, ужас дискет әкеп бер. Өмір үйде ужас кино көресің, вообще басқа кино көрмейсің. Одан кейін ужас кино көре бергеннен кейін мен де ужастың рөліне қатты кіретін болып кеттім да жаңағыдай ше. И мен дәл қазір қараңдар, мен жасаймын бір нәрсе. Мен сау адаммын, бірақтан мен ужас болуды аңсадым ғой. Ужас болуды аңсадым да, сөйтіп күніге айнаның алдына барып дайындалатым ше. Түнгі сағат 10-дарда ешкім жоқ кезде ше. Қазір мен қалай дайындалатынын сендерге көрсетемін. Мен бірақтан жынды емеспін, жынды деп ойлап қалмаңдар, хорошо? Бүйтетінім осы, айнаның алдына барамын ше. Айнаға қарап тұрып сөйтемін, мен өзім сауым просто істеп үйренетінім. Үйсіп ужас болып, бір 5 минуттай ужас болып деп ойбайды, өзімнен қорқамда кетіп қалатын ше басында ше. Сөйтіп не керек, кәдімгідей ужастың рөліне жестко кіретін болып алдым ше. Сонымен бір күні ауырам, больницаға түсем, бір история айтам, самый жесткий оқиға достар. Ауырам, больницаға түсем, больницаға кірем. Анандай терезенің алдында төрде бір дөу қабақтай кісі жатады да ше. Бір 45 темасындай ортада бір бай адекватный джипі бар, костюм шалбармен жүретін бір кісі жатады. Мына жерде мен жатам шетінде ше. Сонымен енді бірінші күн өтті, екінші күн өтті. Ол кезде телефон жоқ, жаратын жұмыртқа жоқ. Ішім пысып, бір 2 аптама жатырмын больницада ше. Ішім пысып кеткен, балам ше, жетім оқимын. Не істесем болады деп отқам ғой. Сөйтіп жаңағыдай тұқ коридордан біреу келе жатыр ғой ше. Мен ойланам да. Ужас болып, қорқытқым келеді, ішім пысып кеткен ғой, не істесем болады деп. Бүйтіп отырам, біреу келе жатыр, тұқ өтірік рөлге кіремін ғой ше. Деп, өтірік ана жақта адам бәрі. Әдемісің сен. Я, өлтіру керек, гипноздау керек. Я. Ана жақтан жаңағы келген кісі бүйтіп қарап тұр ғой маған ше. Қарап тұрған сезіп тұрмын, бірақтан рөлге кіріп отырмын. Деп шашын алып ше. Я, сайтан деп. Анау кісі қарап тұрман. Ей, дейді маған ше. Мен өтірік естімеймін. Ей, дейді маған. Ау деймін да, қараймын да, ау деп, типа сау болып. Сен қорқыныштысың ғой дейді маған ше. Қорқынышты мәне деп қасына барғасын ғана ше. Кет дейді. Кетпеймін. Ол кезде күреске баратын мен ше, қолым біткен жерден неше түрлі приемдар істейсің ғой. Перевод, нурок. Кет дейді. Қорқынышты мәне деп қасына. Кет дейді маған. Жұмысын бастан, кет дейді. Неге айттың мені жынды жеп? Деп мойнына мен баса отырып, қолын үстінен, бетін үстінен қолын қойғасын кинодағыдай ше. Анау, кет дейді ше. Қашады ғой. Сонымен не керек, ол адам мені жынды деп қалды, прикинь. Жынды деп қалды. Сол күні больницада елестетіңіздер. Түнгі сағат 10. Ішім пысып кеткен, оны қорқытқаным есінен шығып кеткен ғой. Өйстіп отқам ғой. Ішім пысып, телефон жоқ, не істесем болады, тикток жоқ ше. Отқам. Бүйтіп қарап қалсам, анандай бұрышта, өзінің жататын жерінде терезе жақта, бүйтіп маған бүйтіп қарап қорқып тұрды. Мен ойладым да, мынау менен қорқып тұр ғой дедім да ше. Бүйтіп отырсам, короче, айтқан кезде қарап қалсам, маған қарап тұрды. Қорқып қалды да ше. Көзінен көресің қорыққан. Мынау менен қорқып тұр ғой, қорқытпаймын деп. Бері деп. Алған барғасын бар ше. Жындаған сияқты ше. Бері деп. Алау тұрады да. Кет. Айқайлайын қаз, кет дейді. Звондайын, звондасайшы. Тамағына жапсам оған ше. Жапсам, жиып атым, қолдарын қысып атым ше. Кет, звондайын қаз, жындығанаға звондайын. Кет деп. Айқайлап кетеді больницада ше. Ана жерде тұрды. Медсестралар келеді. Бір кісілер келеді. Кто шумит? Біздің неге келеді палата. Сіз ба шулап аққан? Жоқ, мен емес, ана бала дейді. Маған қарайды, мен адал болып қараймын да, кішкентай балам ғой енді ол кезде.
аға сіз жынсыз ба, қалай бұл бала дейді. Сіздің даусыңыз шығып жатыр ғой. Жоқ, ана бала мені қорқытып жатыр дейді. Қалай қорқытады? Мені қорқытты. Аға сіз жынсыз ба? Кішкентай баладан қорқатын. Аға шуламаңыз, астыңызда үстіңізде адамдар бар. Шуламаңыз, бұл больница деп. Шуламаңыз деп. Жоқ, ана бала қорқытып алып кетіңдер дейді. Аға шуламаңыз, астыңызда үстіңізде адамдар бар дейді. Гоните дегенде кетіп қалыпты ше. Кетіп қалды. Сонымен мен өз орнымда отырмын ше. Өз орнымда отырмын. Кетті. Сендер жақта маған қарап тұр ғой ше. Қарап тұрамын. Неге айттың мені жынды деп қайттам. Неге айттың мені жынды деп барамын. Ей, кет, айқайлайыңыз, айқайласайшы деп. Жиып атырмын мынандай деп ше. Ей, кет деп. Айқайлайым. Бір кезде қайттан медсестра қайттан орнына адал боламын. Кто шумит? Аға, сіз башыл. Жоқ, мен емес ана бала. Қалай ана бала? Ана бала мен қорқыт. Қалай ол сіз қорқытады? Кішкентай баладан қорқады, сіз жынсыз ба? Жоқ, жындыханаға звондады. Камера осы мына жерде. Жоқ, жындыханаға звондады. Аға, жындыханаға звондап, сізді қуып жібереміз. Шуламаңыз, астыңызда, үстіңізде адамдар бар. Қорқады екенсіз ғой сіз. Мына баладан қорқып деп маған бүйтіп қарайды. Мен де қарап тұрамын, типа ешнәрсе істемеймін. Кетіп қалады сосын ше. Сөйтіп қайтадан орнымда отырмын ғой ше. Ана кісі сендер жақта тұрады да ше. Бүйтіп маған қарап тұрады да ше. Жүгіріп барып өзінің көрпесіне, палатада көрпесі болады андай жерде. Терезенің алдында тұрады маған көрпесі ше. Бүйтіп маған қарап тұрды да, жүгіріп барып терезеге қарай қарап бүйтіп көрпенің бетіне жауып алды бүйтіп ше. Бүйтіп жауып алып жатыр ғой. Мен қарап жеткен кезде мына жерде ортадағы кісі бар ғой, ол давай деп қойды маған ше. Мен де газ деймін да. Анау жатқан жерге сендер жақта жатыр деп елестетейік та. Ана жерде жатыр деп елестетейік ол ше. Терезе сендер жақта мына жерде жатыр ғой шол ше. Мен мына жақта тұрмын. Барам ғой ше. Ол мен ұйықтатпасын деп тұр ғой. Барам да ол мынандай жерде жатыр ғой. Терезенің алдына шығамын да ше. Бүйтіп қарап жатырмын, ол төсектің астында жатыр ше. Қарап жатырмын, ол қашан шығады екен деп. Сөйтіп қарап төсектің астына бүйтіп жатыр, ол примерно 10-15 минут бара жатты, мен ұйықтатпасын деп ойлады ғой. Қарап жатырмын ше. Ол ұйықтап жатыр, мен қарап тұрмын. Бүйтіп несін бүйтіп көрпесіне бүйтіп тұрнаш. Тамағына жабысып қалайын ба деймін ғой. Көсегін көрпесін ашын. Тамағына жабысып қалайын. Тамағына жабысып қалған ғой ше. Анау дейді ғой, прикинь. Ебать, сол кезде көтінің қышу қалған ғой, прикинь. Да, ну бақырады ғой, қорқып кеткесін, жүрек жарып кетем ба деп.